Сәлем достар! Бүгін мен анамның рецептімен өте дәмді, өте жеңіл дайындалатын малина тосабын бірге дайындайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салқын суға жуылған малинамызды шарамызға салып, бетіне құмшекерімізді себеміз. Менде мына жерде 4 кг малинаға 3,5 кг құмшекер қостым. Егер малинаңыз қышқыл болса, сіз 4 кг-ға 4 кг қосасыз, килограммға килограмм қосасыз. Құмшекер қосылған малинамызды жақсылап қолымызбен еземіз. Әрине қолыңыз таза болу керек. Езілген малинаны газға қойып, қайнағанша араластырып, қасында тұрамыз. Түбіне қатып қалмау керек. Жиі араластырып тұрыңыз. Малинамыз қайнағаннан кейін астын жай басып, баяу отта 5 минут жақсылап қайнатамыз. Бетіндегі көбігін осылайша аламыз. Көбікті жақсылап аламыз, өйткені көбікпен бірге малинамыздың жаңа қыл-қыбырлар, анамның майда шүйде жәндіктері болса, бәрі осы көбікпен бірге шығады. Мұқият тазалап алыңыздар. 5 минут қайнаған малинамызды өшіріп, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Малинамыз жарты сағат құмшекер сіңіп демалғаннан кейін қайтадан отқа қойып, тағы да 5 минутқа қайнатып аламыз. Бұл уже контрольный қайнату. Бұдан кейін суытып, уже банкіңізге құя берсеңіз болады. Екінші мәрте көбік аздау шықты, көрдіңіздер ме? Аздау көбік шықты, бұны да алып тастайсыз тазалап. Бұл тосап қайнатылған вареньясын міндетті түрде әрбір келіншек қайнату тиісті, өйткені күздің күндері, қыстың күндері Құдай ауыртпасын, бірақ тым ауыратып ауырып қалсаңыздар, осымен шай ішсеңіздер, иммунитеттеріңіз көтеріледі және аурудың ізі қалмайтында жазыласыз. Мінекейіңіз, екінші рет контрольный 5 минут қайнаттық, жақсылап араластырып, суытып қоямыз. Әбден суығаннан кейін таза жуылған банкімізге вареньяларымызды құя бастаймыз. Негізі бұл тосапты әркім әртүрлі қайнатады, бірақ ең оңай, ең дәмді жолы осы. Менің анам рецепті бойынша. Мен жаздың күндері банкіні жақсылап жуамын да, даладағы күннің астына қойып қоямын, табиғи стерилизовать етіледі сол кезде. Содан әкеліп осылай жаба беремін. Мінекейіңіз дайын болды, жақсылап бұраймын. 3 қайтара бұраймын мен негізі. Қараңыздар, светі қандай әдемі тосап шықты, иісінің өзі қандай керемет. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.